Барлықтарыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен мен осындай нәзік, өте тәмді болып шығатын және де өте жұмсақ болып шығатын воздушный пирогтың рецептісімен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Отбасыларыңызға жасап берсеңіздер болады, отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Бұл пирог өте дәмді болып шығады және де өте тез дайындалады. Үйдегі бар ингредиенттермен дайындалады. Ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқаны салып, қантпен көпіргенше араластырамыз. Пирогтарыңыз нәзік, воздушный болып шыққанын қаласаңыздар, миксермен жақсылап араластыру керек. Сонда жұмыртқа көпіріп, жақсылап араласады. Менің миксерім өте тез араластырады, сондықтан мен 3-4 минут араластырдым. Сіздер болсаңыздар 5-6 минут, 7-8 минут араластырсаңыздар болады. Осылай көпіріп, аппақ болып көпіргенше араластыру керек. Қамырымыздың жан-жағын жақсылап жинап, ендігі кезекте кефир, сүт және сұйық майымызды саламыз. Енді осы ингредиенттерімізді жақсылап араластырамыз. Келесіде қандай тағамның немесе қандай десерттің видеосын күтесіздер, комментарияға жазып кетіңіздер. Сұйық тестамыз дайын, ендігі кезекте сухой ингредиенттерімізді қосамыз. Мұнда сода, разрыхлитель және ұн. Тестамызға ұнды аз-аздан салып араластырамыз, сонда жақсы көтерілетін болады. Тестамыз дайын. Енді тестамызды домалақ формаға саламыз. Менің формам 28 диаметрде. Сіздер 33-35 диаметрде қолдана берсеңіздер болады. Өз қалауларыңызға байланысты. 180 градуста 30-40 минут пісіреміз. Бұл пирогтың ішіне мейіз, жаңғақ, немесе шоколадты турап салсаңыздар өте дәмді шығады. Мен ыдысқа кішкентай тесто қалдырдым. Ол тестоға мен енді какао салып, үстіне жолақтар жасаймын. Пирогымыз ерекше әдемі болып шығу үшін мен осындай кондитерский мешокқа саламын, сонда өте ыңғайлы болады. Басын кесіп, тестамызға суретті сала берсек болады. Мен клетка жасаймын. Сіздер өз қалауларыңызша зебра жолақтарын немесе осындай мен сияқты клетканы немесе бір жануардың суретін салсаңыздар болады. Өз қалауларыңызша. Пирогымыз дайын. Енді пешке саламыз. 30-40 минутқа қоямыз. Шпажкамен тексеріп көресіздер. Біздің пирог қазір ғана пісіп шықты, қазір ғана духовкадан шықты. Қараңыздар, неткен жұмсақ. Өте дәмді болып шығады. Енді суығанын күтеміз. Осымен пирогымыз дайын. Отбасыларыңызға кесіп ұсына берсеңіздер болады. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.